Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Бүгінгі видеода өзіміздің Каспий Gold картамызды AdSense-ке тіркейтін боламыз. Яғни Google-дан түскен ақша Каспий Gold-ымызға түсетін болады. Ол туралы мен көптеген көрермендер мен оқушыларым сұраған болатындығын. Ал ендеше кеттік. Ең бірінші AdSense-ке кіру үшін Google-ға жай ғана AdSense деп тереміз. AdSense-ке sign in дегенді басамыз. Мінеке аккаунтымызға кіргеннен кейін платежи дегенді басамыз. Одан кейін оң жақ бұрышта управление способами оплаты деген бар. Осыны басамыз. Мен уже өзім банковский счетымды енгізіп қойғам. Бірақ мына жерде добавить способ оплаты деген тұру керек. Сіздерде добавить способ оплаты дегенді басасыз. Одан кейін екі түр шығады. Настроить оплату чеком немесе настроить оплату банковским переводом деген. Сіз осы жоғарыдағын басасыз. Одан кейін мына жерде идентификатор получателя деген жерге ешнәрсе жазбайсыз. Владелец банковского счета деген жерге аты жөніңізді латын әріптерімен жазасыздар. Мінекей Акаделов Мейрамбек Нишан Алиевич деп тердім. Одан кейін название банка деген жерге Каспий банк GST деп тересіздер. Одан кейін Swift деген жерге банктың Swift-ін білу үшін Каспий Swift деп тересіздер Google-ға. Мінекей мықты Каспий Swift шығады. GST көрдіңіздер ғой. Сіздер Касп КЗКА деген ғана көшіріп аласыздар. Және мына жерге енгізесіздер. Одан кейін айбын деген жерге өзіңіздің банковский счетыңыз жазасыздар. Көбісі қателік жасайды. Бұл жерге банковский картасының номерін тереді. Ал шын мәнісінде бұл жерге сол карта тіркелген счетты теру керек. Банковский счетты. Ол счет KZ-тен басталады және 18 сан болады. Общий 20 әріп болады. Примерно енгізе салайын. Одан кейін тура осы айбынды мына жерге қайталап жазасыздар. Одан кейін арғыры ешнәрсе толтырмайсыздар. Тек сохранить дегенді басасыздар. Қазір Каспий Gold-тың реквизиттерін Google AdSense-ке аудару туралы айтатын болам. Одан бөлек тағы 2-3 банкты көрсетем, чтобы каждый раз әр банкқа бөлек сұрай бермейтіндей. Ең бірінші өзіміздің Каспий Gold-қа кіреміз. Одан кейін AdSense-ке жазмас бұрын кодыңызды ең бірінші өзіңіздің мой банкке кіргеннен кейін Каспий Gold деген таңдайсыз, үстінен басасыз. Қазір загрузка болады. Одан кейін номерді Каспий Gold-тың өзінің номерін емес, мына жерде info деген кнопка бар, көріп тұрсыздар ғой. Info дегенді басасыз. Одан кейін реквизиты деген тұр, үшінші. Осыны басасыз. Одан кейін үстінде тұрған KZ-тен басталатын номер тұр ғой. Сол номерді тересіз неге айбын деген жерге. Каспий Gold-тың номерін теріп жүрмеңіздер. Одан кейін тура солай басқа банктерді тура солай KZ-тен басталатын номер тересіз. Мысалы, банк центр кредитте счета деген жердің үстінде көріп тұрсыздар ғой, реквизиты деген бар. Осын басасыз. Мұны реквизиті KZ-тен басталатын номер тересіз. Одан кейін интернеттен Swift код деп тересізді. Swift код деп айтылады ғой. Swift банк центр кредит деп теретін болсаңыз, международный коды шығады банктың. Соны тересіз. Тура солай ATF банкты де сол. Мен ATF-ті аштым. ATF-ті мен доллармен ашасыздар. Мен доллармен ашқам, теңгемен түспейді екен. Сөйтіп доллардағы счетқа басасыз. Одан кейін мына жерде реквизиты деген бар. Сол реквизит басасызда, номер счета деген KZ-тен басталатын номер счетаны тересіз. Бұл жерде Swift деген биг тұр үстінде жазылып тұр. Ал М Н К З К А деп. Тура сондай барлық банктың сондай международный коды болады, соны теріңіздер. Көбісі менен сұрайды, YouTube-тан түскен ақшаны қай банкке аударған дұрыс деп. Енді әр банктың өзінің плюстары бар. Каспий банкқа, именно Каспий банкқа аударатын болсаңыздар, оның плюсы сервисі жақсы және ақшаңыз демде тез түседі. Әр айдың 21-іне ақша аударылады, 23-іне уже карточкаңызға түседі. Бірақ бір минусы Каспий банктың, сіз Каспий Gold арқылы күніне 1 миллион теңгеден басқа адамға аудара алмайсыздар. Мінеке құрметті көрермендер, егерде видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Кез келген сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Мен барлық сұрақтарға мүмкіндігінше жауап беретін болам. Барлық орынды сұрақтарға әрине. Егерде YouTube арқылы просмотр жинап ақша тапқыңыз келсе, менің жеке парақшама жазыңыздар. Мастер Мейрам Instagram парақшасына дайректке жазыңыздар. Сабаққа қатысқым келеді деп. Мен жеке сабақтарымды қатыса отырып, көптеген ютуберлер ақша тауып отыр, просмотр жинап отыр. Сіздер де солардың қатарында болыңыздар.
Kelesi videoda görüşкенче.